Қайырлы күн, құрметті оқырмандарым. Бүгін осындай оңай, жылдам, кез келген үйден табыла беретін ингредиенттен осындай пышный, өте дәмді пирог дайындайтын боламыз. Ең алдымен мен каналыма тіркеліп, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл пирогтан 3-ке бөліп, торттың қоржын жасасаңыздар да болады. Бізге қажетті ингредиент сұйық май, ұн, шекер, сүт және жұмыртқа керек. Алдымен осындай ыдысымызға 4 жұмыртқамызды кезек-кезек жарып салып отырып, үстіне шекер саламыз. Екеуін жақсылап араластырамыз венчиктің көмегімен. Керекті ингредиенттердің барлығын алдын ала өлшеп дайындап қойған болатынмын. Пирогтың құрамын описание бөліміне қалдырамын. Сүт құямыз, араластырамыз және сұйық май құямыз. Әр салмасын салған сайын араластырып отырамыз. Және ұнға қопсытқыш салып, яғни разрыхлительді салып, алдын ала араластырып қойған болатынмын. Осылай қасықтап отырып, салып, венчикпен біркелкі масса шыққанша араластырып, табамызға пергамент төсеп, табаға құямыз. Біздің массамыз дайын. Ендігі пешке салып, 40 минутқа 180 градуста пісіреміз. Міне осындай өте биік, пышный пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ. Тағы да айта кетейін, бұл коржды 3-ке бөліп, торттың коржына пайдалансаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлнұр Темировна.